Барлықтарыңызға сәлем оқушылар. 60-шы сабағымызға келіп жеттік. Келер шақ біз алдыңғы сабақтарымызда I, you, we, they, he, she, it қосылған will, қосылған be болатын болса, онда бұл біздің to be етістігінің келер шағы болып саналады деген, яғни бір жерде боламын, бір кейіпте боламын деген сияқты, мен ертең үйде боламын, мен ертең сағат осындай жерде жұмыста боламын, немесе паркте боламын, мен өскенде дәрігер боламын деген сияқты, мен өскенде мысалы ұшқыш боламын деген сияқты, ол өскен кезде мысалы жүргізуші болады деген сияқты, бизнесмен болады деген сияқты, келер шақта болу етістігін өткен болатынбыз. Енді болмаймын, болмаймын деген қалай болады? Сол алдыңғы сабағымызда біз willға not жалғағанбыз. Тура сол сияқты бұл жерде де will not жалғай салады екен. Сонда арасында will мен be'дің арасында not болса, will not be болады екен. Сонда, яғни мен болмаймын, дәрігер болмаймын, ұшқыш болмаймын, ертең үйде болмаймын деген сияқты сөйлемдер осылай құрастырылады екен. Яғни етістік жоқ кезде, бір жерде бол, немесе бір кейіпте болатын болса. Олай болса бірден уақытымызды алмай мысалдарымызға көшейік. Бірінші мысалымыз, балалар, I will not be afraid. Яғни, балалар, сөйлемде етістік жоқ болатын болса, willға міндетті түрде be сөзін жалғап отыру керек. Біз present simple'да етістік жоқ кезде нені қосатынымыз? Есімдікке I-ға am-ді қосатынымыз, you, we, they-ға are-ды қосатынымыз, және he, she, it-ға is-ді қосатынымыз. Мен дәрігермін, мысалы, мен үйдемін деген сияқты, I am at home деген сияқты. Өткен шақта мен үйде болдым, ол болды деген сияқты. Өткен шақта I, he, she, it осыларға бізге was жалғанатын. Көпше түрлері болса, you, we, they болса, онда were жалғанатын. I was at home. He was at school. Ол мектепте болды деген сияқты. We were in the park. Біз паркте болдық деген сияқты. Ал келер шақта барлығына be ғана жалғанады екен. Яғни, I will be at home. Мен үйде боламын, ертең, tomorrow, мысалы. I will not be afraid. Мен қорқпайтын боламын. Яғни, буду бояться. Не буду. Буду деген мына be, не буду, will not be. Will not be. Яғни, буду. Afraid, бояться. Қорқатын болмаймын. Келесі сөйлеміз. You will not be jealous. Сен қызғанбайсың. Немесе сендер қызғанбайсыңдар. Сіз қызғанбайсыз. Немесе сіздер қызғанбайсыздар, Вы не будете ревновать. You will not be jealous. Келесі сөйлеміз. They will not be punished. Бұл не деген сөз? Punished жазалану. Сонда they will not be punished. Олар жазаланбайды. Олар жазаланбайтын болады деген сияқты. Жазаланбайды. Келесі сөйлеміз. He will not be disappointed. Қысқартуға да болады, балалар? Алдында айтқанымыздай, will not-ты бірге қосып жіберуге де болады. He won't be. He won't be. Disappointed, яғни көңілі қалмайды, оның көңілі қалмайды. Он не будет разочарован. He will not be disappointed. He won't be disappointed. Бұлай қысқартуға да болады. I'll not be. Осылай да айта беруге де болады. I'll not be thirsty. Немесе hungry.
I will not be thirsty. Немесе I will not be hungry. Білесіздер ме бұл сөздерді? Мен, яғни шөлдемеймін, шөлдеңкі болмаймын. Мен қарным ашпайды. I will not be hungry деп айтсам, менің қарным ашпайды. I will not be thirsty. Мен шөлдемеймін. Түсінікті? He will not be patient. Балалар, әрбір сөз ұмытылып қалмау үшін осылай қайталап беріп отырам. Сіздерге оңай жатталуы үшін, қайталаған сайын есте қала береді ғой. He will not be patient. Patient деген бізде не еді? Сабырлы болу, быть терпеливым. Be patient орысша айтқан кезде. He will not be patient. Он не будет терпелив. Ол сабырлы болмайды. Так, that will not be easy. Бұны білетін шығарсыңдар, Яғни бұл не болмайды екен? Easy, оңай болмайды. That will not be difficult деп те қойсаң, Яғни бұл қиын болмайды. That will not be easy. Бұл оңай болмайды. That will not be difficult. Бұл қиын болмайды. We will not be together. We won't be together. Бұл не деген сөз? Together. Бірге, вместе, Мы не будем вместе. Біз бірге болмаймыз. We won't be together. Немесе will not be together. We will not be together. It will not be necessary. Бұл қажетті болмайды. It will not be necessary. Бұл қажетті болмайды. My uncle will not be nervous. My uncle деген не екен білесіздер ме? Менің uncle деген, яғни ағаның бір түрі, орысша айтқан кезде дядя. Мой дядя, my uncle will not be nervous. Яғни нервштетпейді. Менің дядям нервштетпейді деген сияқты мағына. His friend will not be attentive. His friend will not be attentive. Яғни оның досы мұқият болмайды. His friend will not be attentive. Your sister will not be free tomorrow. Tomorrow дедім, Балар, мына жерде his friend, оның досы. Бұл жерде his деген бұл, оның деген ұл баланыкі. Яғни его друг. Ал ее деген қыз баланың сестрасы. Орысша айтқан кезде ее сестра. Яғни қыз баланың бір әпкесі. Will not be free. Не болмайды? Бос болмайды ертең. Оның әпкесі ертең бос болмайды. Your sister will not be free tomorrow. She will be busy. Ол занят болады, орысша айтқан кезде. She will be busy. Келесі сөйлеміміз that will not be possible. Бұл не болмайды? Мүмкін болмайды. That will not be possible.
possible деп айтып басында, иә, мүмкін деп кеше бір сабағымыз өткенде, иә, мүмкін ол келмейді деген сияқты, иә. Сол сияқты. That will not be possible. Бұл мүмкін болмайды. Hopefully деген бар. Hopefully you will not be mad. Mad жындану. Жын соғу, жындану, иә. Hopefully сенемін деген. Орысша айтқан кезде надеюсь. Надеюсь. You will not be mad. Надеюсь. Қазақша айтқан кезде. Сен жынданбайсың деген сенімдемін. Мысалы, сенемін. Жынданбайсың деп сенемін деген сияқты. Келесі сөйлейміз. Your task will not be easy. Your деген сенің немесе сендердің, иә. Task балалар тапсырма, задача деп айтамыз, орысша айтамыз, иә. Задача деп айтамыз, яғни тапсырма. Сенің тапсырмаң оңай болмайды. Your task will not be easy. Сенің тапсырмаң оңай болмайды. Our parents will not be at home tomorrow. Яғни, our біздің, my менің ата-анам болады, my parents деп айтатын болсақ, our parents деп айтатын болсақ, ол біздің ата-анамыз болады. Біздің ата-анамыз ертең үйде болмайды. Our parents will not be at home tomorrow. I will not be at home. Бұл не деген сөз? I will not be at home. Мен үйде болмаймын. Енді in 2 days. Қараңыздар. Бір уақыттың алдына, иә, бір уақыттың алдына in келетін болса, балалар, бұл қазақша айтқан кезде кейін деген, орысша айтқан кезде через деген мағынаны білдіреді. Мысалы, не деген сөз шықты мына жерде? Через 2 дня. Яғни 2 күннен кейін деген мағынаны беріп жібереді екен, иә? Мына уақыттың алдына in келетін болса, жалпы ол in деген ол нәрсенің ішінде деген мағынаны білдіреді ғой, иә? Ішінде деген мағынаны білдіреді. Содан кейін бір айлардың, иә, айдың алдына келетін, мысалы, in January, мысалы, қаңтарда деген сияқты, in March, мартта деген сияқты, иә. Егер осындай уақыттың алдына келетін болса, мысалы, онда ол кейін деген мағынаны білдіреді. Яғни, мен 2 күннен кейін үйде болмаймын деген мағынаны білдіріп береді. Кез келген, мысалы, 2 күннен кейін, немесе 2 сағаттан кейін, 2 аптадан кейін, 2 айдан кейін, оның барлығы осы in арқылы жазылады. 2 жылдан кейін, мысалы, 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін, мысалы, in 5 years, in 5 months, мысалы, months, 5 айдан кейін, мысалы, in 4 hours, 4 сағаттан кейін, I will not be at home in 4 hours, мысалы, мен 4 сағаттан кейін үйде болмаймын дейді. Түсінікті, иә? Орысша айтқан кезде через 2 дня in. He will not be alone next week. Next деген келесі. Келесі, next week. Алдын өткенде you will be next, сен келесі боласың деген сияқты. Next week келесі аптада. Яғни келесі, мыналардың барлығы in, next дегендердің барлығы балалар бұл нені білдіреді? Келер шақты білдіреді. Яғни келесі аптада, 2 күннен кейін деген сияқты. Бұлар әлі болмаған уақыттар, яғни келер болашақта болатын уақыттар. Осы сөздер нені білдіреді? Future simple екенін сіздерге білдіртіп тұрады екен. He will not be alone next week. Ол
келесі аптада жалғыз болмайды деген. Мысалы, ago, 5 hours ago, мысалы 5 сағат бұрын, yesterday деген сияқты, кеше деген сияқты сөздер бұлар past simple'ды білдіріп тұрса, tomorrow, in 2 days, next дегендер бұлар future simple'ды білдіріп тұрады екен балалар. My hands will not be dirty. Яғни, менің қолдарым кір болмайды. Don't worry, не переживай. Мысалы, уайымдама, my hands will not be dirty. Менің қолдарым кір болмайды. He will not be late. Be late, кешігу. He will not be late. Ол кешікпейді. Яғни, келесі жақта ол кешікпей келеді деген мағынаны білдіреді. Ол кешікпейді. Неге балалар, to be future'ға біз 20 сөйлем құрастырдық. Осы 20 сөйлем құрастырған кезде сіздерге, яғни, осы тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Бәрін бір қайталап шығайық. I will not be afraid. Мен қорқпайтын боламын. You will not be jealous. Сен қызғанбайтын боласың. They will not be punished. Олар жазаланбайтын болады. Олар жазаланбайды. He won't be disappointed. Оның көңілі қалмайды. I will not be thirsty. Мен шөлдемеймін. I will not be hungry. Мен қарным ашпайды. He will not be patient. Ол сабырлы болмайды. That will not be easy. Бұл оңай болмайды. That will not be difficult. Бұл қиын болмайды. We won't be together. Біз бірге болмаймыз. It will not be necessary. Бұл қажетті болмайды. My uncle will not be nervous. Менің дядям, яғни нервіштетпейді. His friend will not be attentive. Оның досы мұқият болмайды. Your sister will not be free tomorrow. Оның әпкесі ертең бос болмайды. That will not be possible. Бұл мүмкін болмайды. Hopefully, you will not be mad. Сен жынданбайсың деп сенемін. Your task will not be easy. Сенің тапсырма оңай болмайды. Our parents will not be at home tomorrow. Біздің ата-анамыз ертең үйде болмайды. I will not be at home in 2 days. Мен 2 күннен кейін үйде болмаймын. He will not be alone next week. Ол келесі аптада жалғыз болмайды. My hands will not be dirty. Менің қолдарым кір болмайды. He will not be late. Ол кешікпейді. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабағымызда бұйырса енді келер шақтың сұраулы сөйлемін құрып үйренетін боламыз. Олай болса, барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.